Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі мынау онлайн форматында өтетін біздің мынау семинарымызға қош келдіңіздер деп айтамын. Бұл білесіздер қандай мақсатта ұйымдастырылып отырғаны, себебі аттестация талаптарына қарай, яғни педагогтарды аттестаттау шартының ерекшелігіне байланысты 25 ақпандағы 32 бұйрық бойынша педагог зерттеушілеріміз өздерінің авторлық жұмыстарын міндетті түрде трансляциялау керек болатын, яғни тәжірибе алмасу керек болатын. Сондықтан бүгін бізде 178 мамандандырылған лицейдің мұғалімдері, яғни педагог зерттеушілері бірігіп бүгін бірнеше мұғалім өздерінің тәжірибесімен сіздерге бөліседі. Сондықтан әр кісіге регламент 3 минуттан беріледі. Сол кісілерге сөз кезегін береміз. Ол кісілер бүгін ортамызда қатысып отырған бүгін Алатау аудандық білім бөлімінің маманы Нақысбеков Дархан Сатылғанұлы, одан кейін лицей директоры Шадиев Қайратбек Хамзаханұлы. Олай болса, бірінші авторлық бағдарламасын ұсынатын математика пәні мұғалімі Ильясова Гүлшат Нұрсейдовна, одан кейін Жайна Аманжол математика пәні мұғалімі, Нұрбекова Ара Сейсенова математика пәні мұғалімі, Өкпебаева Салтанат Каджимуратовна математика пәні мұғалімі, Шалқарова Балжан Өмірбек қызы математика пәні мұғалімі, Байтилеева Гүлнар Ашимовна информатика пәні мұғалімі, Бейсенбекова Ләйлім Калиевна информатика пәні мұғалімі, Молдахмет Нұрлан Төлебайұлы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі сіздермен өз тәжірибесін бөліседі. Сөз кезегі Ильясова Гүлшат Нұрсейдовнаға беріледі. Мен 170 мамандандырылған лицейдің информатика пәнінің мұғалімі Бейсенбекова Ләйлім Калиевна боламын. Менің авторлық бағдарламам ақпараттық жүйелер деген тақырыпта, және ол 10-шы сынып оқушыларына арналған. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты жаңағы ақпараттық жүйелер бойынша оқушылардың біліктілігі мен дағдыларын жетілдіру, деректер қорын әртүрлі бағдарламаларды құру және онымен жұмыс жасау қабілеттерін арттыру, оқушылардың пәнге деген қызығушылық дәрежесін арттыруға және қиынды жеңілдету тұрғысынан қарау мүмкіндіктерін ашуға көмектеседі. Бағдарламаның міндеттері деректер қорын құру, жаңағы Microsoft Access, MySQL, PHP, MyAdmin деректер қорын басқалар жүйелерімен жұмыс жасау, оқушылардың деректермен жұмыс жасау қабілеттерін дамыту, ақпараттық жүйелерді өмірлерінде қолдана білуге дағдыландыру болып табылады. Енді осы авторлық бағдарлама негізінде бізде жаңағы оқушыларға жақсы жұмыс істеуге жеңіл болу үшін электронды кітапша жасадым, және бұл электронды кітапшаның сіздерде алдарыңызда көрсетілген. Бұл электронды кітапшада оқушылар үшін тапсырмалар жинақталған, және де бұл тапсырмалардың барлығы жүйеленіп көрсетілген. Келесі, осы авторлық бағдарлама негізінде оқушыларға арналған көмекші құрал және материалдар, таратпа материалдар көрсетілген, барлығы жеке оқушыларға таратылатын көрсетілген. Және бұл авторлық бағдарламаның куәлігі, және бұл авторлық бағдарлама қолданыста. Енді бұл авторлық бағдарламаға тоқталатын болсақ, бұл авторлық бағдарламада жаңа айтқандай Access SQL бағдарламаларда деректер қорымен жұмыс жасау әдістері, тәсілдері бәрі көрсетілген. Және бұл 10-шы сыныптың жаңа оқушыларына 11-ші сыныпта ұбт таңдауда информатика пәнінен жаңа бұл сұрақтарға 25% беріледі, сонда оларға да бұл көмекші құрал ретінде көрсетілген. Бұл авторлық бағдарламам мектепте өткен шетелдік тағылымдама бойынша семинарда тәжірибем таратылды. Енді келесі сөзді әріптесіме беремін сөзді.